күрес басқа күрестерден қарағанда күштірек. Бұл жерде өзің еркінше күрес аласың. Бұл күреске мен 2019 жылдан бері қатысып жатырмын. Бұл күрес маған ұнайды. Еркін күрес неліктен шұғылдансын деген кезде, мен өзім осы Қазақстанның атын басқа елде тамсансын деп, қазақ рухын көтерейін деп қатысқым келеді, және де Қазақстанның чемпионы болғым келеді. Алға қойған мақсаттарым сол. Мен еркін күресте чемпион болғым келеді, сондықтан барып жүрмін. Мен осы еркін күрестің Алмас Кемесбаев деген палуан ағамыз бар. Соған қарап, мотивациялық соған қарап, еркін күрестің приемдарын үйреніп, Олимпиада чемпион болғым келеді. Мен өзім телевизордан Хабиб Нурмагомедовті көрдім. Жақсы күрес, жақсы төбелеседі, сондықтан мен Хабибтің иесі болғым келеді. Как с этой пандемией не проводят крупные соревнования, мы стараемся проводить матчевые встречи. Работаем с детьми, заставляем их тренироваться, чтобы наша подрастающая молодежь была сильной, крепкой. После нас флаг Казахстана мы передадим им, они будут флаг Казахстана поднимать. Мен грек-рим күресін дамытқым келеді өзім. Шынықтырып, денемді, өзін қыздырып. Осы жақта бізге сальто бәрін үйретеді. Саят ағайды мен мақтан тұтамын. Саят ағай бізге тренировка жасатады, және біздің ол ағайымыз. Біз Саят ағайдан қарап, өзімізді шынықтырып, және де өзімізді ұмтылдыруымыз керекпіз. Біз грек-рим күресінде аяқтан ұстамаймыз. Белден жоғары ғана ұстап, қолды алып күресеміз. Мен Құдай бұйыртса, осы әлем чемпионы болғым келеді. Өте жарыстарға көп барып, бас жүлде алғым келеді. Соған мен алдыма мақсат қойдым. Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының спортшылары өте жақсы дамуда қазір. Талпыныстары, істейін деген істері тиянақты, өте тәрбиелі балалар. Өз істеріне ұқыпты. Өткенде бірінші жарыстары болды. Сода бірнеше балалар жүлдегер орындарын алды. Салиқалы ұрпақ қоғамының ұжымына, басшысына алғысымызды білдіріп, оқушылары әлемдік Олимпиада чемпионы болуына тілектеспіз.